Шайқас. Мен сенімен төбелеспеймін, Валиенте. О, гүл бұқамыз қорқат. Қорқпаймын. Онда шайқас. Бұқалардың бәрі сөйтеді. Қаласан маған тиісе бер, бірақ гүлге тиіспеші. Сонда өзің таяқ жеп тұрасың ба? Не? Оның не қызығы бар? Өзің біл. Гүліңе жабысып отыр онда. Әне, үлкендер келді. Сәттілік тіле, балам. Сәттілік, әке. Аяма, әке! Кеттік, мына жерден қарай. Солдан былай тұр. Алға бұқалар! Әне, Матадор, ол таңдап тұр. Ішім ауырып жатыр. Қазір құсатын сияқты. Келесі де жеңесіз, әке. Ауызыңды жап. Неменеге қарайсың? Фердинанд. Осындасың ба? Мен таңдады, түсінесің бе? Әкең алаңдағы даң күшін шайқасады. Міндетті түрде кету керек бе? Әрине, кетуім керек. Қой, Ферд. Бұл әрбір бұқаның арман емес пе? Мүмкін. Ал менің арманым болмаса ше? Енді, Ферд, сен әлі баласың. Өскенде, армандарың да бәрі де өзгереді. Бір нәрсеге көзім анық жетеді. Сен менен де үлкен, менен де мықты боласың. Сөз месе? Рас па? Шын айтам, көресің әлі. Алаңға барасың да чемпион атанасың. Шайқаспай-ақ чемпион бола алам ба? О, Фердинанд. Әлемнің сондай болғанын қалар ем. Рас айтам. Бірақ бұл мүмкін емес, балам. Түсінесің бе? Жарайды. Мен кеттім. Сіз қайтып келесіз ғой, я? Не? Матадор мені жеңе алмайды, түсінікті ме? Түсінікті. Жеңген соң қайтып келемде саған бар әдісті үйретем. Тіпті құпия әдісті де. Әке. Айттым ғой, ол әлсіз ет. Әлсіздер үнемі жеңілет. Мықты болуың керек.